Дәрігер ретінде және осы қаланың бас дәрігері ретінде қызмет бабымен көптеген рисктерге баруға маған тура келеді. Сондықтан мен ертерек вакцина алуға тырыстым. Сол үшін алғашқылардың бірі болып алып жатырмын. Жалпы февраль айында 7000-нан сәл артық медициналық қызметкерлерді вакцинация жасау жоспарланып отыр. Міне бүгінгі осы аптаның ішінде 2000 адам вакциналады. Егер де жаңағындай біз айтып өткен 65-70% тұрғындар қаламызда вакциналап иммунитет пайда болатын болса, өздеріңізге белгілі нәрсе, жаңағы коллективті иммунитет пайда болады. Коллективті иммунитетіміз бар болса, біз енді болашақта осы жылдың аяғында аман-есен бір-бірімізбен араласып, жаңағыдай ограничениелердің бәрі азайып, қалыпты өмірге көшуге мүмкіндік аламыз.